түс. Оңтүстіктің еңбекқор халқының әдеті жазда үлкен-кіші түгел демалуға үйге кіріп кетеді. Шілденің аптап ыстығы үйдің ішінде күйдіріп тұр. Мұндайда бөлмелердің көптігіне қуанасың. Үлкен ұл мен келін кішкентай қыздарымен өз бөлмелерінде. 4 және 5 жастағы екі немерелері түпкі бөлмеде жатыр. Кіші ұлы биыл ғана жоғары оқу орнын бітірген, қауын егілген егістікті аралап қайтуға кеткен. Ал өзі бір бөлмеге күйеуіне көрпе төсеп қойып, аман-есен келуін Құдайдан тілеп, қорқып отқаны сол қорқып отыр. Бұл кезекті, яғни күнделікті қорқыныш. Сананы жаулап, жанды тітіркендіріп, үнемі және үздіксіз жалғасып келе жатқан қорқыныш. Ішкілікке әуес адамда өзін басқалардан жоғары санайтыны тағы бар. Қайбір оңған қылық болсын, ойлағаны дәл келіп, жын буған өгіздей болып кімге тиісерін білмей күйеу патша кіріп келді. Демалмайтынын, сыртта біраз әңгімелесетінін айтып, екеуі далаға шықты. Темекі шегуге сіріңке сұрап, бұл жазған апырақтап-тапырақтап таба алмай үйден әкелетінін айтқаны сол еді, көзі атысып орнынан атып тұрғаны. Бітті, бозборан басталды. Мұның еш нәрсе таба алмайтынын, бұл үйде не бар, не жоқ екендігін білмейтінін, үйде тұрмайтынын, есесіне оның бәрін өзі білетінін, мұның миы жоқтығын, адам еместігін айтып бақырғанда, қорқып тұрған сорлыны үрей билеп, аяқ-қолы қалтырай бастады. Отадан шыққаны көп болмаған, тіпті қарындағы тігістер әлі бітпегенде. Наркоздан кейінгі әлсіздікті жеңіп, күш жинауға да уақыт керек қой. Сіріңкені өзі тауып, мұның көзіне әкеп көрсететінін айтты да. Шоланға кіріп кеткені сол еді, миына қашу керек деген сигнал түскені. Шалт қимылдап үйді айнала қашты. Қашып бара жатып көзімен де, ойымен де тығылатын жер іздеді. Жоқ, үй артындағы биік өскен сыпырғы шөптер қалқан бола алмайды. Тауып алады, тауып алса оңдырмайды. Бар жылдамдығымен жүгіріп жағалай тал өскен арықтың арғы бетіне өтті. Ол бетте жүйек-жүйек жайқалған асқабақ өсіп жатыр. Пана болар ештеңе де жоқ. Көзіне көшені жағалай өскен, дұрысы кеуі еккен қара өрік талдар түсті. Әлі кішкентай асқабақ шіркін сол талдарға өрмелеп кеткен екен. Жайқалған асқабақтарды баса-маса жан ұшыра талдарға қарай жүгірді. Көп болса 20-25 метр жерге жетудің қиын болған-ай. Фашистерден қашқан партизан сияқты әні-міне артынан өлім оғы тиетін. Жетті, отыра қалды да еңбектеп талдың түбіне тығылды. Тығылды да уф деді. Жүрегі дүрсілдеп, кеудесіне сыймай, аяқ-қолы дірілдеп, әні-міне жаналғыш келіп қалардай. Жоқ, келмеді. Үйді айналып, мұның атын атап бақырған дауыс біресе жақыннан, біресе алыстан естіледі. Таба алмайтынын жан жүрегімен сезінді. Сезінді де үнсіз жылады. Көзінен жас еріксіз тоқтамай ағып жатты. Бір кезде қатуланды. Балаларға бірдеңе істеп қоймас екен деп тәңіріне жалынуды бастады. Қуанғаны телефоны қолында екен. 1 сағаттан кейін ұлына хабар тастаған. Әлі тынышталмағанын, көрінбей отыра беруін жазды. 2 сағаттан соң тағы сол хабар. 45 градус ыстықта шөптің астында бүктеліп 2 сағат отыру деген, отадан кейінгі тігілген жер ашып өз алдына жанды қинап. Шөлдің қысып бара жатқаны мынау. Сағат 5-тер шамасында елдер қозғала бастады. Егіске қарай топ-топ болып ауыл адамдары тура жанындағы көшемен өтсін. Бұл болса демін ішіне тартып отқаны сол. Қайтсын енді, үлкен кішіге сыйлы мұғалімнің мынадай отырысы. Өмір бойы бір дүйеумен алысып келе жатқанын өз перзенттерінен басқа ешкімге білдірмеген ата-ене де білмейді. Айту керек педі бәріне, айтқанда не өзгереді, солардан кеткен тәрбие кемшілігі. Айту, жылану, намыс. Бір кезде балабақшадан қайтатын немересін күтуге көрші апа шығып, тура тұсындағы көлеңкеге отырып алсын. Жағдай одан да қиындады. Қимылдамау керек. Уақыт өткізу үшін сол кездегі телефонда болатын жылан ойынын ойнап отса, дәл қасынан кіші ұл үйге қарай өтіп барады екен. Дереу қоңырау соғып жағдайды сыбырлап түсіндіріп, өзінің отырған жеріне бір баклажка суды ешкімге білдірмей лақтырып кетуін тапсырды. Ой, сол судың кереметін-ай. 3 сағаттан соң ұлы хабарласты. Анашым, шыға беріңіз, ұйықтады. Бұл кезекті қойылым. Кім жеңді, кім жеңілді? Міне, қазақтың менмін деген бір әйелінің тағдырының 3 сағаттық үзіндісі. Оған не ақыл айтасың? Дәл сол әйелге ауыл ақсақалдарының
келін, сен біздің елге келген бақсың, домалақ ананың жалғасысың дегеніне ел куә. Бірақ